Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен Жазира. Бүгін ерекше дәмді, түрі да ерекше самса жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнға осылай майды салып, жақсылап мыжып араластырып аламыз. Мінекей осылай болып араласты. Енді осыған бір жұмыртқаға бір шай қасық тұз салып, және сүттен аз ғана араластырып, қамырға қосып жібереміз. Самса өте ерекше түрлі болды, және дәмі да дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, видео ұнаса, пайдалы болса, лайк, комментарий күтемін, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай қамырымызды илеп, оны 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Қалған сүтімізді барлығын осы қамырға қосамыз. Ұнның, сүттің мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Достар, комментарийға келесіде қандай тамақтың видеосын көргілеріңіз келеді, жазып кетсеңіздер болады. Қамырымыз тынды, оны екіге бөліп, жақсылап жұқа, барынша жұқа қылып жайып аламыз. Бұл самсаның бүгілуі ерекше. Қамыр жұмсақ, жайылуда өте оңай болды. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, мені қолдап қуаттаңыздар, маған шабыт сыйлаңыздар. Мінекей қамыр осылай әдемі жұқа болып жайылды. Барынша жұқа болып жайылған жақсы. Одан кейін осылай оқтауға жинаймыз да, осылай ашамыз. Енді осы ұзынша болып тұрған қамырдың үстіне салмасын бөліп салып шығамыз. Менде фарш пен картошка араластырылған. Сіздер өздеріңіз кез келген салманы дайындап салсаңыздар болады.